Жаңа оқу жылында Ақтөбе облысы бойынша 130 мыңнан астам оқушы білім алады. Оларды қажетті оқулықтармен қамту үшін жергілікті қазынадан 729 миллион теңге бөлінген. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен мәжіліс барысында айтылды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың қысқа мерзімді еңбек демалысында болуына байланысты жиынға облыс әкімінің орынбасары Асқар Шеразданов төрағалық етті. Толығырақ тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы тарқатады. Ақтөбе облысында жаңа оқу жылына қызу дайындық жүріп жатыр. 68 білім беру ұйымында күрделі жөндеу жұмыстар жүргізілуде. Оның арасында мектептер мен балабақшалар бар. Мәжіліс барысында белгілі болғандай қолға алынған істер тамыздың 25-іне дейін толық аяқталатын болады. Сондай-ақ білім күніне дейін 17 жаңа мекемені пайдалануға беру жоспарланған. Оның 6-ы мектеп. В Актюбинской области за счет средств нацфонда строятся объекты. Ақтөбе облысында ұлттық қордың қаражатынан Нұр-Ақтөбе шағын ауданындағы мектептің, Кірпішті, Заречный ауылдарындағы мектептердің, Қарғалыдағы және Батыс 2-дегі балабақшалардың, сондай-ақ Қандыағаш қаласындағы мектептің құрылысы жүріп жатыр. Біз білім күні қарсаңында осы құрылыстардың үшеуін аяқтап, пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Бұл жұмыстар уақытылы аяқталуы тиіс. Жалпы облыс бойынша 558 мектепке дейінгі ұйым мен 418 мектеп бар. Облыс әкімінің бастамасымен жарияланған туған жерге тағзым акциясы аясында көптеген оқу орындарында жөндеу жүргізіліп, қажетті жабдықтар алынған. Бұл мәселе бойынша баяндама жасаған облыстық білім басқармасының басшысы Сәуле Өмірбекова акция шеңберінде атқарған істерге шамамен 260 миллион теңге жұмсалғанын мәлімдеді. Оның айтуынша негізінен мектеп түлектері белсенділік танытқан. Арасында 34 мектепке 23 миллион теңгенің көмегін көрсеткен шалқарлық азаматтар мен 7 білім ұясына қолдау білдірген алғалық түлектерді атап өтті. Акция аясындағы істер өзге де өңірлерде жүріп жатыр. Бүгінгі күні акцияға 2000-нан астам түлек қатысып отыр. Акцияны Байғанин, Қарғалы, Ойыл, Хромтау аудандарында акция барысындағы жұмыстарын жандандыру тиіс. Ал 1 тамыздан бері қолға алынған мектепке жол акциясының алғашқы аптасында жүздеген әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балаларына көмек көрсетіліпті. Түрлі ұйымдар мен кәсіпорындардың белсенділігі байқалады. Біз бүгінгі күнге бір аптада облыс бойынша 2041 балаға 7 миллион 435 миллион теңгеге мектеп формасы және қажетті құрал жабдықтар алынған. Болжам бойынша биыл өңірде 16 мыңнан астам бала 1-ші сыныпқа барады. Ақтөбе қаласы бойынша мектеп табалдырығын алғаш аттайтын жеткіншектер үшін бірыңғай киім үлгісі болуы тиіс. Ал жаңа оқу жылында балаларды оқулықтармен қамтамасыз ету үшін 16 баспаханамен келісімге қол қойылған. Соған сәйкес қала мен аудандарға қажетті кітаптар, әдістемелік құралдар жеткізілуде. 2016-2017 оқу жылында оқулықтарды қорландыру циклына байланысты биылғы жылы 1-8 сынып оқулықтары толығымен шығарылады және әрбір пән бойынша 4 класста ағылшын тілі және 9 класстарда дінтану оқулықтары қайта басылып шығарылады биылғы жылы. Жиын барысында ұстаздардың алдағы тамыз конференциясына дайындық барысы да айтылды. Облыс әкімінің орынбасары Асқар Шеразданов жаңа оқу жылына әзірлік облыс басшысының назарында екенін айта келіп, бұл салада қолға алынған барлық істер тамыздың соңғы күндеріне дейін бітуі тиіс деді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Мержан Аманжолов, Қазақстан.